Тікелей эфирдегі бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазір ғана студияға ерекше мейман келіп жайғасты. Өзі тағдырдың тәлкегіне түссе де сынбаған, жасымаған, мұқалмаған, бұлай айтуымның да өз себебі бар. Қазір сұхбат барысында түсінетін боласыздар. Әрі бұл кісінің бүгінгі студиядан табылуы көп адамға мотивация беруі де сөзсіз. Таныс болыңыздар, студияда Мейрамбек Жайлыханов. Студия төріне қош келдіңіз. Қайырлы күн баршаңызға. Көңіл-күйіңіз қалай? Армысыз қазақ ел. Жақсы, өте қуаныштымын шақырғандарыңызға студияға. Құрметті көрермен, егер студия қонағына айтар лебіздеріңіз, қандай да бір ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа аласыздар. Студия тікелей эфир телефоны төменгі бөлігінде көрсетулі экранның. Мейрамбек аға, енді жалпы халыққа, жалпы көрерменге өзіңізді таныстырып өтсеңіз ең бірінші. Менің аты-жөнім Мейрамбек Жайлыханов Серікұлы. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққыр ауылының тумасымын. 1981 жыл туылғам. Аққыр ауылында елді мекенде оқып, осы мектепті бітіргем. 98 жылы Қорқыт Ата университетіне дизайн факультетіне түсіп, бейнелеу өнер және сызу пәнінің мұғалімі болып мамандық алып, одан кейін әскерде азаматтық борышымды өтедім. Одан соң құрылыс саласында көптеген архитектура саласында көп көңіл бөліп, құрылыс саласында Астана, Алматы, жан-жақта жұмыстар жасадым. Кейіннен өзімнің мамандығыма келіп, ауылыма, туған жеріме еңбегін сіңірейін деп қызмет атқардым. 12 жыл білім саласында. Жалағаш ауданында? Аққыр ауылында жасадыңыз. Аққыр ауылында. Яғни мұғалім болдым, бейнелеу өнер және сызу пәнінің мұғалім болдым. Оқушыларым көптеген халықаралық, облыстық, республикалық жарыстардың, сайыстардың жүлдегерлері болды. Көптеген жетістіктерге жетті. Әлі күнге дейін шәкірттерім хабарласып, жағдайымды біліп, қала ахуалымды біліп тұрады. Байланыстамыз, үзілген жоқпыз. Яғни мектеп қабырғасында жалпы студенттік өмірде өте белсенді болғансыз, Шығармашылығым сол кішкентай кезімнен басталды. Анам аспазшы болып қызмет атқарды. Аққыр ауылы мекені құрылған кездері. Сол кездері анамның жаңағы аспаз мәзіріндегі арналған журналдарына сурет салып тастай беретінмін. Мәзір жасап бересіз сол? Жоқ, анам өзі үлкен журналдар әкеп қояды. Мен сол сурет ішіне ақ бос жерлерінің барлығына сурет салып тастай беретін тұғым. Содан ертерек берді, анам мектепке 6 жасымнан. Мектепті жақсымен бітірдім. Одан арғарай грантқа түсіп, арғарай содан бастап шығармашылығым кішкентай кезімнен бастап шығармашылықпен айналыстым. Сосын тәңірден сынақ келді. Енді ол 2018 жылы оқыс оқиға болып, мойын омыртқам сындырып, мойын омыртқа жұлынға зақым келіп, ота жасаттық. Содан бері аяқ қолдарым жұмыс жасамай қалды. Енді сурет саламайтын болғасын, саусақтарым істемейтін болғасын, көңілімді бөлейін деп шығармашылықпен айналыстым. Яғни өлең жаза бастадым. Естелік әңгімелер жаза бастадым. Содан бері 8 жыл өтті, өз қазір арбада отқаным, ертеңгі күнімді бір Құдай біледі. Яғни айтпақшы, бүгін арбадан, ертең өз аяғыммен жүрем дегендей үмітім бар. Бізде тілекшіміз сіздің аяққа тұрып кетуіңізге, және көп адамға да осы тұста өзіңіздің жағдайда жүрген жалпы көрермендерге, кісілерге қазір бір мотивация болсын деген ниетпен де сізді бүгінгі эфирге шақырған болатынбыз. Әрі шығармашылығыңызды дәріптеу, мүгедектігі бар жан болса да, менің мүгедектігім бар деп бір қарап жатқан жоқсыз, қарап отырған жоқсыз, өзіңіздің тіпті кітапқа дейін шығарып тастаған, шығармашылықпен айналысады, қолдары жансыз болса да, мынау смартфон экраны арқылы қолын ұрып, осылай ән жазады, өлең жазады. Енді жалпы шығармашылығыңызға келсек, кітаптар шығардыңыз. Ең бірінші шығармашылығыңыз неден бастау алды? Осындай бір өлең жазу, қандай да бір шығармашылыққа келу деген нәрсе, бұл сынақ арқылы бір шабыттың берілгені ма сізге? Яғни бұл құлағынан кейін өте қатты күйзеліске ұшырадым.
қиналдым, енді бұрын соңды жұмыс басты шықпаған адам болғасын. 380 градусқа өмірің өзгергеннен кейін қатты қиналып кетесің. Сол сәттерде әлеуметтік желідегі көп кісілердің салып жатқан пікірлері, посттарын оқып, соларды оқып, мен де жазайын деп, өлең жазу аяқ астан шабыт беріп, өзіне өзі шабыт келіп, сонан өлең жаза бастадым. Бірінші естелік әңгімелер жаздым. Оны көп құрдастарым, кластастарым, достарым барлығы демеушілік жасап, көмек жасап, сол бірінші сынаққа дес берме деген, мотивация болсын деген, көптеген тағдырлас жандарыма, осындай қиын сәтте қалған жандарға арнап, сынаққа дес берме деген кітапты жазып шығарғанбыз. Оны көп өзіме жаныма жақын адамдарға таратып, одан кейіннен досым бар осындай деген кітабыңыз бар. Кейіннен достарым туралы естелік жаздым. Өткен ауылдың тақырыбында, ауылдағы өткен өмірім туралы, достарыммен бірге ауылдық өмір жолымдағы кезеңдерді жаздым. Соны кітап қылып шығардым, естелік әңгімелерді. Бастысы өзіңіздің өмір жолыңыздағы шынайы оқиғалармен баяндап жаздым. Көбінесе енді мотивациялық өлеңдер жаздым, махаббат туралы жаздым, одан әртүрлі тақырыпта өмір туралы, сондай өлеңдерім жинақтала берді. Қарап отырсам, сөз саптауыңыз сөзсіз. Мен жоқ, бұлай кәдімгі бір кәсіби жазушы ма деп қалам, қарап отырсам. Бұрын соңды... Жалпы бұл кімнен дарыған сізге? Өз жағыңызда, болмаса нағашыларыңызда бар ма? Осындай жазатын кісілер? Анам қазақ тілі әдебиетін өте қатты жақсы көрген, жақсы оқыған, қазақ тілден өлеңдер жаттап, содан дарыған деп өзім ойлаймын. Анам мотивация береді, осы уақытқа дейін 8 жыл қасымда болып, қасымда қарап келе жатыр. Құлағаннан бері жанымда, бауырларым, ағайындарым барлығы демеп, достарым демеп, соның арқасында осындай өз-өзімді қалыптастырып келе жатырмын. Құдай қаласа. Көптің қолдауымен осы бір күйзелістен шықтым дейсіз, барынша сынақты қабылдадыңыз. Енді жалпы өмір жолыңызда бір сізді зерттеп отырсам, өте еңбеккеш болғансыз, жастайыңыздан еңбекке араласқансыз, тіпті түрлі нәрселер сатып та, мен осылай ақша тапқанмын деп айтқан екенсіз кей сұхбаттарыңызда. Ол себепті айтқан себебім, еңбек жолымда бала кезімнен әкем айтатын, жұмыстың ешқандай арланатын, адал жолмен тапқан еңбек адал деп, яғни жұмыстың ешқайсының ұяты жоқ деп айтатын. Бірақ адалы болсын еңбегің, адал нанның еңбегі тәтті деп сөйтіп еңбекке баулады. Өзіміз көп балалы отбасынан шыққан соң сондай жұмысқа өзім жағынан тәрбиемен келген. Тәрбиемен келді. Жалпы осындай өмірге деген құлшынысты, шабытты қайдан аласыз? Сол көптің қолдауынан ба? Әлде тағы да бір шабыт сыйлайтын мәселен айтады ғой? Көбісі кейбірі табиғаттан алады шабытты. Сізге шындығымды айтсам, ұйықтап жатқан кезімде миыма келе береді өлеңдер, еріксіз. Түн ортасында жазам өлеңдерді барлығын. Азанда тұрып оқысам, мен жаздым ба деп ойланып қалам кей кезде. Сол кезде бірден жазып тастау керек. Келіп тұрған кезде ұйқыдан оянасыз? Оянам, енді. Жұрттар ұйықтап жатқанда мен ұйықтамаймын деген өзім ойым. Күнделікті 1 сағат өңдеуге, жаңа дұрыс емес жерлерін өзгертулер мен толықтырулар енгіземін. Қайта қарап шығасыз, қайта қарап шығамын. Анаңыздың сүтімен, мүмкін қанымен дарыған қасиет, Тәңір берген қасиет дейді ғой енді. Осы уақытқа дейін қанша өлеңдеріңіз, қанша әңгімелеріңіз бар жазған? Санайсыз ба жалпы? Ол жағын санамадым. Енді қазір осы кездегі естелік әңгімелерімді әлде де жалғастырып жатырмын, әлде де жазып жатырмын. Енді осы 3-ші кітабым «Ұрух» деп аталады. Оны өзімнің досым Руслан Ибрагим деген досым демеушілік жасады.
кітаптың шығарылуына, баспаға, барлығына өз демеушілігімен осы кітабын шығардым. Бұл кітаптың ішінде менің ес-түссіз жатқан кезімде бір ай көрген беймәлім әлемім, яғни рухтар әлемін көріп қайтқанмын. Оны халыққа жаңағыдай шынайы оқиға ізімен жазылған фантастикалық әңгіме деп жаздым. Фантастикалық әңгіме деп жазыпсыз. Өйткені оны шынайы деп айтсам, оны ешкім басына өткізбегесін, көрмегесін, сенбейді. Сосын сол себептен, бірақ барлығы өзім реанимацияда 40 күн жатқан кезде, бір ай ес-түссіз жатқан кезде көрген беймәлім әлемім, сол туралы 5 бөлімнен тұрғызып, бөліп жазып шықтым. Бұл үшін енді адамның ойын өзгертетін әңгіме деп ойлаймын өзім. Ойламаңдар сындырам деп, сынасаңдар өздерің, жүрегім бар соғып тұрған жыласа да көздерім деп бастапсыз. Ол рух деген өлең, ол ертерек жазылған, кейіннен барлығын есіме түсіріп отырып, сол әңгімені, яғни комада кезімдегі әңгімені жазып шығардым. Білсін дедім жұрттар, менің із қалсын, естелік болсын. Басқаларға да бір рух сыйласын деген ниет қой енді. Жатқа білесіз ба? Бір-екі шумағын айтып бересіз ба? Қайсы осы өлеңді ма? Рух болсын, басқа өлеңіңіз болсын, қандай да бір мотивациялық тұрғыда біздің көрермендерімізге, сізден енді студияға бүгін алғаш рет келуіңіз, бір өлең жолдарыңыздан үзік оқып берсеңіз бізге. Жатқа білгенде кітаптан қарап оқисыз ба? Жоқ, негізі бір 4 шумағын айтып берейін, яғни мотивациялық өлеңдердің бірі, көп өлеңдерім бірінен. Әдем бір нүктесін қояйық бүгінгі эфирдің. Барлығы да жақсы болар, уайымдама, мұң қайғыға берілме, уайымға да. Жақсы күндер келеді бақытымен. Ұмытып қалдым. Мұндай сәттер болып тұрады. Өзің жазғанда өзің ұмытып қаласың. Жоқ, негізінде былайдан оқылады, қайтадан оқысам боламын. Барлығы да жақсы болар, уайымдама, мұң қайғыға берілме, уайымға да. Жапырағы жайқалып тұру үшін су көзімен күн керек, қайынға да деп. Сөйтіп жазған. Керемет, Мейрамбек аға, енді сізге тілекшіміз аман есен аяқтан тұрып, әрі қарай шығармашылығыңызға шалқар шабыттар тілейміз. Рахмет. Ісіңіз оңынан болсын, аман болыңыз. Бүгін студияға уақыт бөліп келгеніңізге осылай біздің бір сұрау сөзімізді. Жолдасам бола ма? Болады, әрине болады. Мен осы уақытқа дейін желеп-жебеп келген, демеп келген ел ағаларына рахметімді айтамын. Осы достарыма, класстастарыма, группаластарыма, ағайын туыс бауырларыма, жанашыр барлық жандарыма сәлем жолдаймын, рахмет, алғыс білдіремін, тілекшімін. Бүгін арбада отырмын, ертең Құдай қаласа өз аяғыммен жүремін деген үміттемін. Мейрамбек мырза, ең басты мойымаңыз, қашымаңыз, бізде сіздің осы алғау сыпыр пейіліңізге рахмет айтамыз. Аман сау болыңыз. Құрметті көрермен, біз хабарымызды осы жерден түйіндейміз. Дүйсенбі күні дәл осы уақытта өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Демалыс күндеріңіз мәнді әрі сәнді өтсін. Әлеуметтік желідегі біздің парақшаларымызға жазылуды ұмытпағайсыздар. Амандықта жүздескенше.